Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен маргарита пиццасының рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындауға кірісейік. Ыдысқа дрож, сұйық май, су қосып араластырамыз. Су міндетті түрде фильтрден алынған болу қажет. Содан соң оның жарты бөлігін қосып, қолмен немесе осындай миксердің көмегімен араластырамыз. Содан соң қалған бөлігіне тұз қосып, араластырып, қайтадан қосамыз. Біздің қамырымыз дайын болды, осындай жүмсақ болып шығады. Осылай қамыр илеп, содан соң дымқыл тряпкамен бетін жауып қоямыз. Шамамен 30-40 минутта ұстау қажет, содан кейін алып тастап, қайтадан илейміз. Және де 400-420 граммда етіп, бөліктерге бөліп шығамыз. Бәрін теңдей етіп, осылай видеодағыдай етіп домалатып шығамыз. Және де шамамен 1-1,5 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді соусына кірсек, алдымен қызанақты дәл видеодағыдай етіп ортасынан кесіп, ыстық су құйып 10 минутқа бетін жауып алып қоямыз. 10 минуттан кейін қабығы оңай алынатын болады. Және де бөліктерге бөліп блендердан қызанақты езіп аламыз. Қызанағымыз дайын болды. Енді соусқа кірсейік. Табаға май құйып, чеснокты қуырып аламыз, дәмі шыққанша. Содан соң жаңағы помидорымызды саламыз. Одан кейін дәмдеуіштерді, яғни орегано, паприка және де тұзды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Соусымыздың суы сарқылғанша осылай араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Шамамен осылай су сарқылды. Енді асын сөндіріп қоямыз. Енді тестімізға кірсейік. Осылай ұнға ұнатып, кукурузный ұн болса тіптен жақсы. Противенге тестімізді салып, бортиктер жасап шығамыз. Осындай жан-жақтарын дұрыстап, содан кейін жұқа етіп соус жағамыз. Соусты тек ортасына, бортиктеріне жақпаймыз. Содан соң үкіштен өткізілген моцарелла сырын сеуіп, үстіне қызанақты қойып шығамыз. 200 градуста қыздырылған пешке шамамен 12-15 минутқа қоямыз. Сіздің духовкаңызға байланысты. Міне осымен біздің маргарита пиццамыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.